Адам өз санасын қандай ойлармен тамақтандырса, сондай болып адам өзі өсіп шығады. Яғни адам қалай айтса, өзінің ойларының жемісінің нәтижесі ғой. Адам үнемі не ойлайды, қандай ойлар оған келеді, және де сол ойларын айналадағы адамдардың пікірмен, айтуымен қоректендіре берсе, сол ойлардың, сол саналардың жемісі болып қалыптасады. Сол үшін, егер де адам мысал үшін үнемі ойлап жүрсе, мен осындай кедеймін, ешқашан өсіп байи алмаймын, тура сол сананың жемісін ол алады. Және де айналадағы адамдары мысал үшін қызғаншақтары болады. Сіз бір бизнес бастайсыз, айналадағы адамдарыңыз қызғанғаннан ба, әлде шын жүректері ашығаннан ба, өздері сол бизнесті жасай алмағасын, сізге де айта бастайды: ой, оны не үшін бастадың, бұл бизнес сетевой, лохотрон, мына бизнесте банкрот боласың деген ойлармен қоректендіре берсе өзінің санасын, тура соның нәтижесін алады. Яғни сіз бір бизнес, бір әрекет бастасаңыз, сізді жақсы ойлармен қоректендіретін, жақсы ойлар беретін адамдардың ортасына бару керексіз. Яғни ол сіз бұрынғы ата-ананың қорқынышы, бір ағаларының қорқынышы болмай қалған, бизнесі жүрмей қалған, оны мүлде алып тастау керек. Бұл ойларды, бұл ортаны ауыстыру керек. Айтып отқан жоқпын ата-ананан алыста деп. Бірақ сол ортадан сәл болсын бизнес бастаған кезде, бизнес бастаған уақытта ортаны уақытша ауыстырса да болады. Кейін сол сізді қорқынышпен, күдікпен, сондай ойлармен қоректендірген адамдар өздері де өзгере бастайды сізге қарап. Яғни адамның мүмкіндіктері шексіз. Ол тек өзінің ойын, ішкі жан дүниесін өзгертсе, барлығы да айналасында өзгере бастайды, айналасы оған бас ие бастайды, және де соған еліктей бастайды. Іске сәт, сау саламат, бизнес бастамаңыз жақсы болсын, ойларыңыз жақсы болсын, және де күдіктеріңіз ешқашан болмасын. Әр қиындық, әр бастамадағы қиындық, жолын болмай қалғаны, сүрінгені, сенің құлағаны, ол келесі бір жақсы мүмкіндіктерге есіктің ашылуы деп қабылдаңыз. Өйткені ол күтпеген жерден мүмкіндік келеді, және де қиыншылық арқылы келеді. Ол сіз бақшадағы егіп қойған дән сияқты да дәнек. Сіз оны құясыз, ол жердің ана үстіндегі қабаты енді қатты ғой, ол су құйылады, жердің өзі бетон сияқты болады. Бірақ соған қарамастан өсімдік соны тесіп шығады. Сіз де осы өсімдік сияқты тесіп шығу керексіз да, былайша айтқанда. Қиын жер қабатын, қиын осындай ойларды, өзіңіздің айналаңызды тесіп жарып өту керексіз. Іске сәт, сау саламат, видеоны сақтап қойыңыз, менің бизнес командама қосылыңыз, подписаться етіңіз, достарыңызға жіберіңіз осы видеоны.